Барлықтарыңызға сәлем. Менің Алматыдағы болған демалыстағы естеліктеріммен бөлісейін деп шештім YouTube каналымда. Мына жерде біз Хоғыға барғанбыз. Отбасымызбен жиналып, інім, сіңілдерім бәріміз. Ал одан кейін Тачаға бардық. Ата-енемнің үйінде сол жақта біраз демалдық. Балалар, немерелері ата мен апасының қастарында болды. Бұл күні үй жинадық, атам кілемдерді жайды. Одан кейін балаларды шанаға салып алып, бұл Сүлеймен бар кездегі архив видео салып қойдым тоже. Үлкен енемнің үйіне қыдырып барғанбыз қонаққа. Мамам бізді 27 күні біз пойызға отырып, Семей Қызылорда бағыты бойынша Шымкентке қайтқан кезде анам, інім келіп бізді пойызға отырғызып шығарып салды. Баламен как всегда арқан болып, әйтеуір міндік. Сосын өзіміздің орнымызды көпен тауып алып барып отырдық. Біраз әңгіме айттық. Тура қайтатын кезде үйдегілерді анашымды, інімді қимай қалдым. Қасында жүрсем білінбейді да сағынышың, ал қоштасатын сәтте білінеді ғой. Сөйтіп сағынысып, мына жерде екі баланы көтеріп, заттарды салып, кіргіздік ішке қарай. Мамамдар шақырып жатырмын тоже, келіндер бізге демалыста, осыны ауыр жайында келіндер қонақ болып қыдырып деп. Ол мені дейді бүгін монтажап салуға, архив болсын деп салып қояйын, тұра берсін. Сол. Аллахпен шатса деймді. Жука, пока-пока. Худею. Анаң қарсаңшы мама телевизор. Теледидар көреді. Наурызға қарсы барамыз. Пойызбен барамыз, пойызбен. Пойызға отырдық, мамамдар шығарып салып жатыр. Мамочка, паста мусынка. Мен алимым. Яйсам. Мен Сүлеймен. Да, секме, да, әдемі болып тұрған. Мазина. Комиту. Мам, мотоцикл сакпын, осы жүрбе. Ой, bunu astı gibi. Moskova.